Мына Европада көп болдық қой енді. Сонда Европада бір нәрсе бар да, қазақ соған баратырмыз, бірақ біз мүгедек болып барамыз ба білмеймін, өте қиын жағдайда баратырмыз. Олар басынан түсінген. Енді туғанынан шарап ішсе де, қартайғанша шарап ішсе де сапасы кете қоймайды ғой. Өйткені неге? Тұтастай ұлт ретінде отарланбаған. Бүкіл жаншылып дерменнен шықпаған ғой енді европалықтар. Сондықтан олар бәрібір қарапайым ғана мысалға бір орыс, мына тұрған орыстың бір қызын сен Алматыдан Магаданға пойызға салып жіберсең бар ғой. Сол іштеңкеге ұрынбай, жолда проводникпен тіл тауып, ыстық шайын ішіп, гитарасын тартып, жолдағы адамдармен әңгімесін айтып барады. Бір қазақтың бірінші курсқа түскен қызын Алматыдан Таразға салып жіберсең, оған жаңағы анау дұрыстап шайын бермейді. Ана шуға дейін бір жігіт тиіседі. Ана Таразға келгенше кашелек ұрланған, таңертең түскенде жылап түседі. Неге? Біз қазақ қызы біреудің қамқорлығына бейім болып өскенбіз да. Оны әке қарап жүру керек, оны аға қарап жүру керек, оны жеңгесі сырласып отыру керек, оның жан жағын түгендеп жүретін тұтас бір қауым ел болу керек та. Оларды алып тастаған кезде біз жаңағы табиғи үңгірде туған қасқырдың күшігі сияқты талпынып кете алмаймыз. Ал енді мына европалықтар, басқа жұрттар көбінде туғаннан көзін ашқаннан, мына паркке мен осы 2 айлық қыз баламды алып шығам кейде да, үстін орап алғанбыз. Бейшараның көзінен басқа шер көрінбейді. Жаңағыны дәугәлескеге сабап алып жүрміз. Сонымен қатар балалар тыржалаңаш, ана орыстар салбыратып бүйтіп ұстап жүреді ананы. Ананы көріп денең түтірген еді жаңағы, денең түршігеді да. Сонда мына европалықтарда мынандай болғанда, бұлар кішкентайынан үйден шығарып жібереді, бар өзгініңді өзің көр. Сонымен олар өмірге былай кіреді, арасында ішеді, шегеді, жүреді, алданады, алдайды, әртүрлі өмірмен өтеді. Сөйтіп жүреді да, біраздан кейін біреуменен үйленетін болады, екеуі келіседі. Табай бір-біріміздің қатты қанымыз ішпей, мен ана үйде тұра берейін, сен мына үйде тұра бер. Бірақ суытып кірсені бірге түнейік. Дейді, мысалы, сөйтеді да, ана өзің, не болды, настроениең жоқ, любовның ренжітті ма дейді, бәле солай болды, мынау бірдеңені айтады. Өстіп, былайша айтқанда, хайуаннан, рухани тұрғыдан хайуаннан жоғары, бірақ мына шығыстың құндылығы бойынша адамшылықтан төмен, осындай бір перелетный жаңағы нені балнан ұстап алған европалықтар. Сонымен жайлап бүйтіп кете береді. Ал енді біз бақытты болу үшін толыққанды қазақ болып өмір сүруіміз керек та. Ол үшін бағанағы айтқандай құдаң 1000 жылдық болу керек сенің. Күйеуің 100 жылдық болып қызмет етіп тұру керек саған. Көршің жағы 40 үйге дейін қызмет жасап, отының жағып, қонағыңды күтісіп жүру керек. Осының барлығы орнына түскенде сен қазақ болып кеудеңді көтеріп, ақсақал болып төрде отырып, шайын ішіп, тәсбihіңді тартып, ақылыңды айтып отырасың. Ал енді сен қазақтың бір ғана келініңнің шайы суық болып қалса, енді кеше Сүйінбайлар 150 жыл бұрын айтады. Келін шіркін қарайды көзіменен, шіркінгәрлік келді ғой кезіменен, келін жаман қарайды көзіменен. Жаңағы есік ашып үй суып қалыпты деп, ұрғандай қып кетеді сөзіменен деп, жаңағы Сүйінбайдың келіні таңертең атасына претензия айтқанын біз көріп отырмыз. Ол кәдімгідей Сүйінбай атамызға ауыр түйгенін сезіп отырмыз да. Кенен атамыз айтады, бала тілді алмайды, беттен алып, келін тілді алмайды, керден қағып. Ой, бұл Насиқ апамыз екеуіне қиын болған екен деп, мына жақтан біз уайымдап отырмыз. Сонда қазақтың проблемасы не болған? Келіннің дұрыстап шай құймағаны, дұрыс қарамағаны, құданың соғынбасыға шақырмағаны, көңіл. Мақсат деген ағамыз айтады, қазақтың емі сөз дейді, дауы бөз дейді. Бір дүниедегі болмайтын ортадағы алыс-берісте жүрген нәрсе үшін ұрсып қалады дейді да. Бірақ бір жылы сөз айтса дейді, бәрін ұмытып, көңіл жайланып сала береді дейді. Сондықтан қазақтың сапасы деген кезде енді қазақтың сапасын білмеймін, енді кім көтереді? Оны президент көтере алмауы мүмкін, оны басқа адам көтере алмауы мүмкін. Бірақ бір нәрсе бар да, осы бар мен базар деп, бізге қазір махаббат мейірім керек. Қазақтың ынтымақ бірлігі кеткен кезде қазақ жеңіліп отырған. Қазақ еш уақытта бір батыры жоқтықтан жеңілген жоқ. Ақыны жоқтықтан сөзден жеңілген жоқ. Бір ханы жоқтықтан жолдан адасқан жоқ. Хан да болды, батыр да болды, би де болды. Бірақ ынтымақ бірлік жоқ болды. Махаббат пен мейірім болмады. Сол кезде өзімізден әлсіздің астына түсіп қалып отырдық. Біздің мына қорланатынымыз сол ғой. Өзімізден әлсіздің астына түсіп қалдық. Әйтпесе 50 мемлекет бір кезде, 50 халық 5 миллион Португалға отар болғанына риза болған ғой. Неге? Португалдар шынымен мықты болған да. Ағылшындар шынымен мықты болған да. Сондықтан 5 миллион Португал болған сол ғасырларда.
соларға елуге тарта ел тілінде сөйлеп. солардың тілінде сөйлеп, соларды байытып, соларға несін төлеп отырған. Ал біз өзіміз батырлықтан да ешкімге бой бермегенбіз, даламыз кең болған, жомарт болғанбыз, енді бекзат өмір сүргенбіз ғой. Бекзат өмір сүріп отырып, біздің кеше ақылымыз тыңдап жүргендердің астына түсіп қалған кезде біз қор болып кеттік. Біз жаңағы радикалдыққа барып, шектен шығып, мен сенің әскеріңе ұл да бермеймін, мен сенің есігіңнен де кірмеймін, мен сенімен тіл табыспаймын. Тіптен біз 90-шы жылдары орыс тілін сөйтіп үйренбей қойдық қой. Бұл басқыншы жұрттың тілі деген сияқты үйренбей, кейін өмірімізге керек болғасын жол жөнекей түрмеге түскен адам сияқты үйреніп алдық әйтеуір.